алып қашу тақырыбына келсек, қайтадан қайтып оралсақ, осыдан 3-4 жыл бұрын болды, осы Фейсбукта сол мәселе талқыланды, басқа жерде ешқайда талқыланған жоқ, әдеттегідей жылы жауып қоя салды. 18 жастағы қыз Нұргүл ғой деймін, есімін ұмытпасам, осы Алматының бір жігіті алып қашқан, Алғабас ауданының бір үйіне апарған. Ана қыз қашам деп жүріп 12-ші этаждан секіріп кетіп мерт болды мысалы. Ақыры ешкім жаңағы ана туыстар айтты, ойбай бала өзі секіріп кетті, оған біздің ешқандай қарым-қатынасымыз жоқ деп жаңағы жылы жауып қоя салды ол мәселені. Енді ойлаңызшы, бір үйдің үкілеп отырған үмітін үйіне апарып өлтіреді де, біз кінәлі емеспіз деп қолдарын тазалап жуып шыға келеді. Өздері айтады дейді, бұл қыз өз еркімен келді бұл үйге дейді. Өз еркімен келген адам 12-ші қабаттан секіріп кете ма мысалы? Мен сол кезде астындағы пікірлерін оқып отырып, мен жүрегім ауырды. Қазір қыздардың өздері алып қашқанын қалап жолға шығып тұрады, талай қыздар біздің ауылда деп жазған жігіттер болды. Мен сол кезде айтам, Құдай-ау, тіпті жолға шығып тұрса да, сен үйтіп оның артынан қара күйелеп, үйтіп өсектеп отыратын Фейсбукта комментарий жазуға ғана өтірік лепірме сөздерден сонда біздің ұлтымыз түзеле ме? Ол азаматтың болашағы түзеле ме? Мойнына бір адамның қанын жүктеп отыр. Сіздер соны неге ойламайсыздар деген кезде бәрі жабылып, әйтеуір мен Фейсбуктан сол үшін кетіп қалдым, мен мысалы сондай нәрселер. Заманның трендінен қалмаймын десеңіз, тәлім трендті көріңіз. Тәлім трендте айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, Тәлім тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп ала аласыздар.